Балқаш көлге барайық. Балалар-ау, балалар, қатар басып барабар, балығы тайдай тулаған. Бақасы қойдай шулаған, Балқаш көлге барайық, балығын ұстап алайық. Ура, тарттым! Суына салқын түсейік, күбідей күп-күп пісейік, күн шуаққа жатайық, көп қызыққа батайық, ән салып, өлең айтайық. Ауылға сөйтіп қайтайық. Күбі ағаштан жасалған, қымыз, иркіт пісетін ыдыс. Көл, жатыр әсем күл тұнып, көзіндей жас ботаның. Құшақтаймын толқынын, қуанышқа батамын. Жағадағы тал құрақ өзін содан көреді. Қозылардай жамырап, құстар ұшып келеді. Күлімсіреп күн күндіз, көк аспанды шолады. Кешке қарай көп жұлдыз кеудесіне қонады. Әлделейді майда жел, таң нұрланып атады. Тербетіліп Айнакөл жерде аунап жатады. Өтебай Тұрманжанов ақын. Бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы Жалғызағаш ауылында дүниеге келген. Ақынның 50-ге тарта кітабы жарық көрді. Өл Тұрманжановтың шығармалары негізінен балаларға арналды. Экология, грекше экос, баспана, логос, ілім, жеке организмнің өзара қарым-қатынасын қоршаған тіршілік ортасымен, мекенімен байланыстырып зерттейтін ғылым. Эколог қоршаған ортаны қорғайтын маман.